Сәлеметсіздер ме достар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Біз видео сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамның дене мүшелері. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на урок казахского языка. Мы продолжаем дальше наши видеоуроки. Тема сегодняшнего урока – части тела человека. Достар, ең бірінші байлық денсаулық демекші, денсаулықтарыңыз қалай? Денсаулығыңызға күтім жасайсыз ба? Салауатты өмір салтын ұстанасыз ба? Друзья, как говорится, самое первое богатство – здоровье. Как ваше здоровье? Как вы заботитесь о своем здоровье? Знаете ли вы части тела человека на казахском языке? Итак, на этом уроке мы должны научиться называть части тела человека и их функции на казахском языке. Бас, голова, глаза, көз, нос, мұрын, рот, ауыз, плечо, иық, рука, қол, палец, саусақ, нога, аяқ, колено, тізе, стопа, табан, палец на ногах, башпай, қол, рука, жамбас, бедра, кеуде, грудь, мойын, шея, тіс, зубы, кулак, ухо, шаш, волосы. А теперь, дорогие друзья, давайте повторим только на казахском языке. Бас, көз, мұрын, ауыз, иық, қол, саусақ, аяқ, тізе, табан, башпай, қол, жамбас, тізе, кеуде, мойын, тіс, құлақ және шаш. Дорогие слушатели, хочу вас познакомить с новыми словами. Дәм, вкус, иіс, запах, дыбыс, звук, дауыс, голос, сезім, чувство. А теперь давайте узнаем, сколько у человека основных органов чувств и что в них входит. Орган слуха, құлақ, есту мүшесі, орган обоняния, мұрын, иіс сезу мүшесі, орган осязание, тері, сезу мүшесі, орган вкуса, тіл, дәм сезу мүшесі, орган зрения, көз, көру мүшесі. Достар, сабағымды ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің сөздерімен қорытындыласам деймін. Адам денесінің жетілуі денсаулығы. Егер дені сау болса, онда оны сақтамақ керек. Ал егер сау болмаса, онда денді сауықтыру керек. Следите за своим здоровьем, ведь она нам нужна, важна. Келесі жүздескенше күн жақсы болсын.